товарищ лейтенант, рекомендует вас, вот мой заместитель по политчасти, старший лейтенант Васильченко. Командир батальона, правда, меня предупредил. Это не в приказном порядке. Желаете, идите. Не желаете, может, других посылать. Почему это сказано? Это потом я понял. Оказывается, это связано... Гарантия остаться живым абсолютно исключалась, оказывается. Рахимжан Кашкарбаев вместе с Григорием Булатовым установили на колонне красный флаг. Бұл тұлғаның майдандас бауырлары 30 сәуірде оның тағдырындағы ең ерекше күн деп есептеп, қоңырау шалақ құттықтап, атап өткенде біраз уақытқа дейін дәстүрге айналдырған екен. Өйткені дәл осы күн қазақ батырының Рейхстагқа жеңіс туын тіккен күн болатын. Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысы Ақмола ауданда дүниеге келген болатын. 1942 жылы Қызыл армия қатарына шақырылып, 1944 жылы Фрунзедегі жаяу әскер училищесін тәмамдаған болатын. Рахымжан Қошқарбаев 1944 жылғы қазан айынан бастап, 1-ші Беларусь майдандағы 150-ші Идрицк атқыштар дивизиясының құрамында взвод басқарып, Польша, Германия жерлері үшін шайқастарға қатысқан болатын. 1945 жылғы 30 сәуірде Рахымжан Қошқарбаев шайқасқан 150-ші атқыштар дивизиясы Рейхстагқа шешуші шабуыл бастаған болатын. Сол кезде жаңбырдай жауған оқтан жасқанбаған лейтенант Рахымжан Қошқарбаев және қатардағы жауынгер Григорий Булатов Рейхстагқа ең алғашқы болып жетіп, қызыл туды Рейхстагтың 1-ші қабатына тіккен болатын. Осы ерлігі үшін 150-ші атқыштар дивизиясының басшылығы Рахымжан Қошқарбаевқа Кеңес одағының батыр атағын беру туралы ұсынылым жолдаған болатын. Алайда ең жоғарғы награданың орнына Қызыл ту орденімен марапатталды. Қазақ батырының Рейхстагқа жеңіс туын алғашқы болып тіккендігі бүгінгі таңда әбден дәлелденді. Рахымжан Қошқарбаев соғыстан кейінгі бейбіт өмірде де өзін белсенді таныта білді. 1947-67 жылдар аралығында әртүрлі қызметтерде болды. Ақмола облысы атқару комитетінің нұсқаушысы, Ақмола облысы ішкі істер департаменті көші-қон инспекторы, ал 1967 жылдан бастап Алматы қонақ үйінің басшысы болды. Рахымжан Қошқарбаев Қызыл жұлдыз, Варшаваны азат еткен үшін, Ұлы Отан соғысының 1-ші дәрежелі ордендерімен, белгіленді алған үшін медальмен марапатталған. Майдан батыры 1988 жылдың 10 тамызында дүниеден өтті. 1999 жылдың 7 мамырында еліміздің тұңғыш президенттің жарлығымен Рахымжан Қошқарбаевқа халық қаһарманы атағы берілді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери тарихи музейінде халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевқа 100 жыл толуына орай батырдың ерлік жолына арналған көрме көрсетілген. Көрмеде Рахымжан Қошқарбаевқа қатысты құжаттар, фотосуреттер және де басқа да жәдігерлер қойылған. Біз бүгінгі бейбіт күніміз үшін тарихтың қасіретті тұсында елді, жерді қорғаған қайсар жандардың алдында әрқашанда қарыздармыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданда кеудесін оққа тосқан Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі ешқашанда ұмытылмақ емес.